Сәлеметсіз бе, құрметті қауымдастық пен жюри мүшелері. Мен Олжабек Нұртілі, 9А сынып оқушысы. Бүгін біз сіздерге ПВХ материалдарынан жасалған бұл көлік макетін ұсынамыз. Біздің жобаның негізгі ерекшелігі оны жасауда. Біз екі түрлі қалыңдықта ПВХ пластиктерді 3 мм және 5 мм-да пайдаландық. Неге біз дәл осы екі түрлі материалды таңдадық? Бұл таңдау біз үшін кездейсоқ емес, есептікпен жасалған шешім болды. Әр материал өз міндетін атқарды. 3 мм қалыңдығы ПВХ бұл материалды біз негізінен икемді және қисық бөлшектер үшін пайдаландық. Ол майысуға өте жақсы. Ол бізге көліктің айна сырты, шатыры сияқты бұрышты емес, жұмсақ контурлы детальдарын оңай және дәл қалыптауға мүмкіндік берді. Егер біз бұл жерлерге де 5 мм қолдансақ, онда біз қажетті иілістікті ала алмас едік. Ал макет өте ауыр болар еді. 5 мм қалыңдықтағы ПВХ бұл материал бізге қатты, негіз және тірек бөлшектерін жасау үшін қажет болды. Ол берік және қатты. Ол көліктің тұтас құрылымына тұрақтылық пен нықтық береді. Шасси, негізгі каркас бөліктері осы 5 мм ПВХ-дан жасалған. Сол арқылы біздің макет тік тұра алады және пішінін жоғалтпайды. Осылайша 3 мм ПВХ икемділік пен нәзік пішіндерге, ал 5 мм ПВХ нықтық пен тұрақтылыққа жауап береді. Бұл екеуінің үйлесімі бізге сәулеттік еркіндік және конструкциялық сенімділікті бір уақытта қамтамасыз етті. Жобаның даму тарихы. Біздің бастапқы идеямыз біз интернеттен іздестіру арқылы алдық. Алайда біз оны жай ғана көшірмелеген жоқпыз. Біз оны өз материалдарымызбен, өз технологиямызбен жүзеге асырдық және конструкцияны өзіміздің мүмкіндіктерімізге сай бейімдедік. Соңғы әшекейлеу. Макетті жинағаннан кейін біз оны соңғы көрініс беру үшін баллончикпен боядық. Бұл әдіс бізге бояуды біркелкі, тегіс және кәдімгі қырқаламмен салыстырғанда әлдеқайда кәсіби және таза жасауға мүмкіндік берді. Қорытынды. Біз сіздерге тек көліктің кішкентай моделін емес, материалдарды олардың қасиеттері бойынша тиімді пайдаланудың интернеттегі идеялары нақты жобаға айналдырудың және заманауи әдістермен соңғы көрініс берудің мысалын көреткіміз келді. Біздің жоба бұл дизайн, инженерия мен шеберліктің үйлесімі. Рахмет назарларыңыз үшін. Біз сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз.